Бүгінгі шығарылымда жалақысы жоғары топ 5 мамандық. Бұл мамандықпен жұмыс жасау үшін сізде белгілі бір қасиеттер болу керек. Қаншалықты сұранысқа ие болса да, соншалықты бұл мамандықта конкуренция көп. Жоғарғы балл жинауыңыз керек, егерде грантқа түскіңіз келсе. Жалпы мамандығын өзгерткісі келетіндер 500 мың теңгеден 3 миллион теңге аралығында табыс табатын мамандықтың тізімін білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сәлем достар, есімім Қуанышбекова Санель, сіздермен бірге мамандық таңдау каналы. Барлығымыз өзімізге ұнайтын, қызықты, табысы жоғары жұмыс орнын қалаймыз, иә? Сол себепті де енді мамандықты таңдайтындар, жалпы мамандығын өзгерткісі келетіндер, және де балаларына, іні қарындастарына мамандық таңдауға көмектескісі келетін мамандарға бұл видео қызықты болмақ. Себебі бүгінгі шығарылымда Қазақстанда жалақысы жоғары топ 5 мамандықтың және де жалақысы төмен мамандықтардың тізімін айтатын боламыз. Жалпы айтылатын ақпараттар Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің 2018 жылға берген статистикасына және де біздің қосымша жинаған ақпараттарға сүйене отырып айтылатын болады. Сондықтан да айына 500 мың теңгеден 3 миллион теңге аралығында табыс табатын мамандықтың тізімін білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Табысы жөнінен алдыңғы қатарды елімізде мұнай газ саласындағы мамандықтар алып тұр. Бұл салада ең төмен табыс табатын қызметкердің айлық табысы 197.926 теңгені құрайды екен. Ал ең жоғарғысы 3 миллион 281 мың теңге табысты құрайды екен. Нақты мамандықтарға келетін болсақ, негізі мұнай және газ өндірісіндегі ұңғымаларды бекіту мамандығы айлық табысы 1 миллион 740 мың теңге екен. Мұнай газ өндірісіндегі бұрғылау бойынша инженер мамандығы жалақысы 854 мың теңге табыс табады екен. Ал бұрғылау бойынша техник мамандығы 787 мың теңге табыс табады екен. Әрине табысы жөнінен үлкен артықшылық көрсететін мамандықтардың бірі болып табылады. Бірақ бұндай табыс табу үшін де әрине сіздерге көптеген еңбек, жалпы білім, тәжірибе, еңбек ету қажет болады. Және де бұл мамандықтың минустарына келетін болсақ, негізі бұл мамандықпен оқыған студенттердің маман иесінде жұмыс табу әлдеқайда қиынырақ, өйткені бір жұмыс орнына 6 мұнайшы таласады екен. Және де сіздің денсаулығыңызға әкелетін зиянды факторларды да еске алу керек. Кейбір адамдарға бұл плюс болуы мүмкін, кейбір адамдарға минус болуы мүмкін, бірақ бұл мамандық бойынша негізі вахталық әдіс арқылы жұмыс жасайды. Яғни 15 күн жұмыс жасап, 15 күн демалады деген секілді. Жалпы бұл мамандыққа қалай түсеміз және де болашағы қандай деген сұраққа жауап берейік. Негізі бұл мамандыққа түсу үшін сіз ұлттық бірыңғай тестілеуден математика және физика пәнін таңдауыңыз керек болады. Және де ал болашақ жөнінен негізгі статистикаға сүйенсек, 2019-2020 жылдары жалпы мұнай өндіру бойынша көрсеткіш Қазақстанда әлдеқайда төмендеп түскен болатын. Ол негізі мамандарға, маманның жұмысына, жалпы айлық табысына тікелей әсерін береді, яғни төмен түсіп кетуі мүмкін. Бірақ сонда да алдағы 10-20 жыл аралығында біз мұнайды толықтай ысырып тастай ала алмаймыз. Сол себепті де бұл аралықта бұл сала сұранысқа ие болатын болады, бірақ сонда да қаншалықты сұранысқа ие болса да, соншалықты бұл мамандықта конкуренция көп. Табысы жөнінен екінші орында алатын мамандықтардың бірі ол бизнес-консультант, яғни бизнес-кеңесші десек болады. Бұл мамандықтың орташа айлық табысы айына 143 мың теңгені құрайды екен, ал ең жоғарғысы 1 миллион 85 мың теңге табыс табады екен. Бұл мамандықтың ерекшелігі қандай, жалпы кім болып жасайды, бұның міндеті қандай деген сұрақтарға жауап берейік. Негізі ол тікелей компаниялармен жұмыс жасайды, және де міндеттеріне келсек, компанияларды тіркеу, нарықты зерттеу, бизнес жоспарды құру, инвестициялық жобаны дайындау, персоналды сертификаттау, жылжымайтын мүлікті бағалау, заң кеңесі аудит жүргізу деген секілді міндеттерді, яғни қызметтерді көрсетеді екен. Тағы да бір сұраныстағы қызметі, яғни ол бизнес жағдайын реттеуге, серіктестер арасында қарым-қатынасты жақсартуға және де бизнес процесті жеңілдеттіру үшін осы маманның қызметіне жүгінеді екен. Енді бұл мамандықты жалпы
қаншалықты сұранысқа ие, қаншалықты болашағы бар деген сұраққа жауап берейік. Негізі басқа мамандықтармен салыстырғанда бұл мамандықпен жұмыс табу әлде қайда жеңіл. Өйткені бір орынға 1 және 4 адам аралығында ұсынылады екен. Және де бұл мамандыққа түсу үшін сіз математика және география пәнін таңдауыңыз қажет болады. Одан бөлек қаншалықты болашағы бар деген сұраққа келетін болсақ, қазіргі таңда Қазақстанда жалпы кәсіпкерлік енді жақсы дамып келе жатқан замандардың бірі болып табылады. Сол себепті де көптеген қызмет көрсету орталықтары, сауда орталықтары және де өндіріс орталықтарда ашылып жатыр. Осындай ашылған және де жұмыс жасап жатқан мекемелерге әрине бұндай бизнес кеңесші қажет болады. Сондықтан да бұл мамандықтың болашағы да, сұранысы да бар және де табысы да жоғары. Табысы жөнінен жоғарғы орын алатын мамандықтардың бірі ол ұшқыштар және де пилоттар болып табылады. Олардың жалпы орташа айлық табысы 991 мың теңгені құрайды екен. Нақты мамандықтарға келетін болсақ, әуе көлігі саласында борт инженер айына 760 мың 800 теңге табады екен. Штурманның айлық табысы 667 мың теңге. Ал Қазақстан ұлттық авиакомпания экипажының командирі айына 10 мың доллар теңге табыс табады. Яғни ол қазіргі курспен есептейтін болсақ 3,5-4 миллионның аралығында. Әрине бұл табыс табуға бірнеше факторлар әсер етеді. Оның жалпы ұшқыштың біліктілігі, тәжірибесі және де қанша сағат жұмыс жасайтындығы да байланысты болып табылады. Негізі тағы бір статистикаға келетін болсақ, Қазақстанның Air Astana, яғни авиакомпаниясында 400-ден аса ұшқыштар жұмыс жасайды екен. Соның 68-і шетелдік азаматтар болып табылады. Не себепті Қазақстанның азаматтары емес шетелдік азаматтар жұмыс жасайды? Өйткені батыс ұшақтарына ұшуға жеткілікті біліктілігі бар кадрлар жетіспейтін болып табылады. Сол себепті де басқа елдің азаматтарын осы жұмысқа алады екен. Сондықтан да бұл әрине мамандыққа сұраныс та бар, бұл мамандыққа жұмыс та бар, бірақ бұл мамандықпен жұмыс жасау үшін сізде белгілі бір қасиеттер болу керек. Яғни ол жауапкершілік, стресске төзімділік, биіктіктен қорықпауыңыз қажет болады. Және де есту, көру қабілетіңіз жоғары деңгейде болу керек. Жалпы экстренный ситуация дейміз ғой, төтенше жағдай кезінде өзіңіздің дұрыс шешім қабылдауыңыз керек болады. Осындай қасиеттерге ие болсаңыз, сіз осындай мамандыққа түсе аласыз және де осындай жоғарғы табысты ие бола аласыз. Бұл мамандыққа қалай түсеміз деген сұраққа жауап берейік. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуден сіз математика, физика пәнін тапсырып, жоғарғы балды алуыңыз керек. Және де негізгі ұшқыштардың табысына тағы да елеулі әсер ететін факторлардың бірі ол ағылшын тілінің жетік меңгеруі. Яғни деңгейіне байланысты ұшқыштардың табысы да өзгереді екен. Табысы жөнінен 4-ші орын алатын мамандықтың бірі ол заңгер мамандығы. Бірақ заңгер мамандығына келген кезде біз екі жақты қарауымыз керек. Жалпы заңгер мамандығының орташа табысы айына 123 мың теңгеден бастап 505 мың теңге аралығында да табыс табады екен. Бірақ қазіргі таңда заңгер мамандығы бойынша бітіріп шыққан түлектер өте көп. Нақты статистикаға келетін болсақ, осы мамандықпен 2013 жылы 13 мың студент түлеп шыққан болатын, ал 2016 жылы ол 16 мыңға көтерілді. Енді әр жыл сайынғы шамамен осы мамандықта 20 мың студент оқып шықты делік десек, 2013 жылдан бері 7 жыл аралығында 130-140 мың студент осы мамандықпен оқып шыққан екен. Бірақ бұл мамандықпен Қазақстан бойынша 20-30 мың ғана орын бар екен, яғни тек қана 20-30 мың ғана адам жұмыс жасай алады. Қалған 120 мың адам негізі далада тентіректеп жұмыссыз, табыссыз жүр. Не ол өзінің мамандығымен жұмыс істеп өте төмен жалақы алып жүр, не бұл мамандықпен жұмыс жасамай, мүлдем басқа мамандықпен жұмыс жасап жатыр деген сөз. Жалпы енді осы мамандық бойынша жұмыс жасаған кезде сіз әр жыл сайын қанша табыс табатыныңызды айта кететін болсақ, негізі бастапқы 4 жыл аралығында, яғни бакалаврды бітіргеннен кейін сіз 50 мың теңгемен 100 мың теңге аралығында табыс табады екенсіз. 4 жыл мен 7 жыл аралығында сіз 100 мың теңгемен 200 мың теңгеге көтерілуіңіз мүмкін. Ал 8 жылдан жоғары тәжірибе жинасаңыз, негізі 200 мың теңгеден 500 мың теңге аралығында табыс табуыңызда болады екен. Бірақ тағы да ескерте кетейік, бұл мамандық бойынша табыс жоғары болғанымен де конкуренция өте көп. Бірақ бұл мамандыққа түспе дегенде сөз емес. Егер де сіз шынымен де осы мамандық менікі, маған ұнайды, осы мамандықпен қалай болғанда да жұмыс жасап, үздік болам десеңіз,
бұл мамандыққа да түсуге болады. Жалпы бұл үшін қандай пәндерді тапсыру керек деген сұраққа жауап берейік. Ентіден сіз дүниежүзі тарихы және де құқық пәнін таңдауыңыз қажет болады. Келесі орында табысы жағынан бізде IT мамандары орын алып отыр екен. Яғни олардың орташа жалақысы 118 мың теңге болса, ең жоғарғысы 501 мың теңгені құрайды екен. Жалпы IT сферасына енді болашағы жөнінен сөз жоқ, ол әрине болады. Өйткені қазіргі таңда IT сферасы жалпы әлем бойынша алдыңғы қатарды орын алуда, ал Қазақстан бойынша енді дамып келе жатыр. Сол себепті бұл мамандық бойынша жақсы кадрлар, білікті мамандар қажет болады. Одан кейінгі табысы жоғары мамандықтардың бірі ол маркетология, яғни маркетолог мамандығы. Маркетолог мамандығының айлық табысы орташа есеппен 108 мың теңгені құрайтын болса, жоғарғысы 716 мың теңгені құрайды екен. Негізі біз бұрындары 5 жыл, 10 жыл көлемінде маркетолог мамандығын онша болашағы жоқ, бұл не мамандық деп қарайтын болса, қазіргі таңда керісінше ол болашағы бар, қызықты, ерекше мамандықтардың бірі. Өйткені бұрындары белгілі бір кәсіпті, тауарды, затты дамыту үшін магазинге қоя салу жеткілікті болса, қазіргі таңда ондай емес, оны интернет арқылы барынша дамытып, брендін қалыптастыру керек. Сол үшін негізі маркетологтар керек. Маркетолог бағытындағы мамандықтар тек қана бұл емес, оның маңайындағы мамандықтарды да қараған жөн. Сайт жасау, дизайнерлер, копирайтерлер деген секілді мамандықтарда ескерсеңіздер де болады. Бұл мамандықты таңдау үшін сіз математика және география пәнін таңдауыңыз қажет болады, және де жоғарғы балл жинауыңыз керек, егерде грантқа түскіңіз келсе. Негізі бұл мамандықты айтып кеткендей болашағы бар, сұранысы жақсы және де табысы жоғары. Өйткені кез келген кәсіпорында қазіргі таңда маркетологтар қажет, және де олар тапшы болып табылады. Біз жоғарғы жалақысы бар мамандықтарды айтып шыққан болатынбыз. Енді жалақысы төмен мамандықтарды айта кетейік. Негізі Қазақстанда жалақысы төмен мамандықтардың бірі ол дәрігерлер мен ұстаздар екен. Дәрігерлердің орташа айлық табысы 43 мың теңгені құрайды екен. Ал ауылды аймақтағы ұстаздардың орташа табысы 40 мың теңгені құрайды екен. Бұған салыстырмалы түрде келтіретін болсақ, мысалы Оңтүстік Кореяны келтірейік. Бұл елде негізі мұғалімдер мен дәрігерлер ең алдыңғы қатарда тұратын мамандар болып есептеледі. Даже олардың айлық табысы жергілікті әкімнің табысынан да 2 есе көп екен. Негізі бұл жақта дәрігерлер айына 3,5 мың доллар табыс табады екен. Яғни оны теңгемен келтіретін болсақ, ол 1 миллион теңгенің көлемінде. Ал ұстаздар 4 мың доллар мен 6 мың доллар аралығында табыс табады екен. Яғни оны теңгемен есептейтін болсақ, ол 1,5 миллион теңге мен 2 миллион теңгенің аралығында екен. Әрине, Оңтүстік Кореяда өте керемет табыс деп аталатын мамандықтар болып табылады. Бірақ бұл елдегі көрсеткіштерді де ескере кетейік. Мысалы, Қазақстанда еттің килограммы 2,5 мың теңге болатын болса, ал Оңтүстік Кореяда 100 грамм еттің өзі 3800 теңге тұрады екен. Яғни қаншалықты табысы жоғары болса да, ол елде өмір сүру сапасы да жоғары. Яғни продуктыларда жалпы қызмет көрсету салалардың барлығы да қымбатырақ болады. Бірақ соның өзінде де Қазақстанның дәрігерлермен, ұстаздармен салыстырғанда табысының бірнеше есе көп екенін көріп отырмыз. Бұл мамандықтың табысы аз деп бұл мамандыққа түспей жүрмеңіздер. Өйткені егер де сіз білікті маман болсаңыздар, және де тәжірибелеріңізді әрдайым өсіріп отырсаңыздар, сіздер мысалы мұғалім бойынша да, дәрігер бойынша да айына 200 мың теңге мен 300 мың теңге аралығында да табыс таба аласыздар. Және қосымша ақпараттардың бірі ол осы 2020 жылы президентіміз мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көтеруге барынша атсалысып жатыр. Яғни мұғалімдер мамандығына түскен студенттердің айлық жалпы стипендиясын 26 мың теңгеден 42 мың теңгеге дейін көтерді. Яғни ол қалай болғанда да жалпы болашақта Қазақстанның да мұғалімдері мен де дәрігерлері де жоғарғы табыс табады деген сеніміміз мол. Жалпы негізі бұл мамандықтар қалай болғанда да сұраныста болады. Өйткені кез келген ата-ана өзінің баласының дені сау болғанын қалайды.
кез келген ата ана өзінің баласының білімді болғанын қалайды. Сол себепті де бұл мамандық болашақта сұранысқа ие болады. Егер де сіз білікті маман болсаңыз, тәжірибеңіз жақсы болса, сіз лидер болып арқылы жақсы жоғарғы табысты таба аласыздар. Жалпы бүгінгі шығарылымда ең жоғарғы табыс табатын және де ең төменгі табыс табатын мамандардың тізімінің тек қана бір бөлігін айтып шыққан болатынбыз. Сол себепті де егер де сізге осы видео ұнаса, бұл шығарылым ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып бөлісе отырыңыздар. Және де келесіде біз бұл видеоның екінші шығарылымын шығаратын боламыз.